Бұл өте көне аңыз. Баяғы өткен заманда бір-біріне ғашық болыпты Дәуренбек пен Қайша қыз. Қайшаның әкесі өте бай екен, 4 құбыласы түгел, ағайын туысы да өзіне сай екен. Ал Дәуренбек жылқышы. Жалшы жігіт бай қызына тең келсін бе, Байекең оны туыс көрсін бе? Махаббатын Қызылауыздың қалың қарағайына жасырып, екі ғашық сирек те болса кездесіп, сырласып тұрыпты. Сезіміне сарқырап аққан Шажа өзені куә. Екеудің сырын қыз жеңгесі біліпті, іштей тілекші боп жүріпті. Арада уақыт өтеді, Қайша қыздың сұлулығы аңыз боп шартарапқа кетеді. Көзі жақұттай жарқылдап, қос бұрымы тобына түсіп тұр. Білегі Шажада шоршыған хамбалықтай жұмыр, сауырындай әппақ, сөйлесе аузынан маржан төгіледі деп Қайшаны көргеннің бәрі мақтайды. Сұлу қыз туралы сол өңірдегі Балдырған деген байда естіп құмартады. Балдырған деген аты болмаса, селдір сақалды, бетін әжін басқан, таяққа әзер сүйеніп жүретін шал. Сол сұлуды тоқал етсем, арманым жоқ. Барып құда түсіңдер. Қалың балына құлын тайды енесімен, бота тайлақты келесімен, сиырды табынымен, қойды отарымен берем деп қыз әкесіне адам аттандырады. Балдырғанның кісілерін қыз әкесі құрметпен күтіп алып, ту бие сойдырып, қонақ етеді. Әңгіме үстінде қызына берілетін қалың малды естіп, байдың есі кетеді. Қызымды беремін, жаңа айтылғанда келіп, алып кетіңіздер. Сәл дайындалайық дейді, дүниесі еселенгенге қуанған бай. Өзін шалға бергелі жатқанын естіген Қайша қыз жеңгесіне барып бір жылап, шешесіне барып бір жылап, олардан жұбаныш таппаған соң төсегіне сұлқ түсіп жатып алады. Ауыл ақсақалдар жиылып байға келіп, Байеке, қызың уайымнан өліп кетер, өз малың өзіңе жетер, шалға да емес, малға бола ұзатып отырсыз ғой, обал болар, теңіне беріңіз дейді. Дүние қоңыз бай сөз ұқсын ба? Өңшен құлқытан жиналып маған ақыл айтпақсыңдар ма? Балдырғандай баймен туыс болу мен үшін зор мәртебе емес пе? Өңшен ақымақ деп қамшымен сабап бәрін қуып шығады. Қыз әкесінің алған бетінен қайтпайтын білген соң, жеңгесі қойшы баланы тауға жүгіртіп, Дәуренбекке хабар береді. Намысқой жігіт апта дайындалып, қыз мінетін торатты, өзі мінер бөртені баптап, ащы терін алады. Қайшаға уақыт өтпеді. Құдаларым ішер деп саба пістірген, осы үйге түсер деп отау тіктірген, бал етіне тойсын деп құлын алдырған, тездет, қане тез бол деп елдің белін талдырған әкесінен құтылғанша асықты. Күндіз күлмейді, түнде көз ілмейді. Жастығы тас, төсегі тікен болды. Қыз да дорбадан құрт алдырып, қоржынға сүр салдырып, өзінше дайындалды. Уәделі күн жетіп, кеш бата қыз өзен басына келді. Сайда қараңдап тұрған қос жылқыны көріп, солай жүгіреді. Дәуренбек қызды маңдайдан бір өбіп, оп-оңай көтеріп, торатқа қондырады да, екі ғашық тура Белесарға қарай салады. Ат тұяғының сытырын Шажаның күркірі басып, ел естімеді, құл естіді. Құлағың түскір шоқпар құл ат тұяғының даусын естіп қалды, аттан салды. Ауыл шошып оянды, елдің бәрі ақ отауға жүгірді. Қызының жоғын естіген байдың өңі бұзылды, белі бүгілді, отыра қалып басын тоқпақтап ала сұрды, жын ұрды. Неге тұрсың өңшең мақұлық, ұстаңдар деді бақырып. Шоқпар құл бастап көп жігіт
сай түреді ат мініп. Қиқулаған қуғыншы қызыл ауызды басына көтеріп қашқындардың ізіне түсті. Торыменен бөрте ат жүйрік еді жануар. Биік тастардан ортекедей қарғыды, терең сайлардан орғояндай орғыды. Сонда дағы болмады, көп қуғыншы қалмады. Таң атқанда білінді қыздың белі талғаны. Дәуренбек көрді осы сәт шоқ орманды алдағы. Тура салып екеуі орманға кірді салғалап. Қуғыншы жетті ізінше, мұндалап. Дәуренбектің қабыландай еді жүрегі, құрышта еді білегі. Қуғыншы мұны біледі. Шоқпарғұл, неге тұрсыңдар? Өртеңдер мына орманды деп жұлынды. Қуғыншылар орманға от қойып, Дәуренбек пен Қайша тұншыға бастайды. Жаным Қайша, бізге қосылуды тағдыр жазбапты. Мұналар екеумізді өлтірмей кетпейді. Сен бара ғой, саған тиіспейді дейді Дәуренбек. Жаным сенен артық па, кетпеймін деп Қайша қыз зарға қалды. Осы кезде Дәуренбек атты қамшымен тартып қалады. Шу жануар, шу! Шоқ орманның ішінен сыртқа қуып салады. Ат үстінде сұлу қыз зар еңіреп барады. Қуғыншылар қаумалап Қайшаны ұстап алады. Зар илеген мұңлық ет жүрегі елжіреп, екі көзі мөлдіреп орман жаққа қарады. Май тамған қарағай лапылдап бір жанады. Көп өтпестен орманның күлі ғана қалады. Қуғыншылар ертіп әкелген Қайшаға әкесі қатты қаһарланады. Арашаға бой бермей, анасы уға апарып, үстіне 1000 қой айдап өтіңдер, өлсе сүйегі сол жерде қалсын деп әмір етеді. Әмір қатты, жан тәтті. Жалшылар қызды жетелеп, тар асуға әкеліп, қол аяғын байлап тастайды. Содан кейін мыңғыртып, 1000 қой айдап әкеліп, қыз үстінен жүргізеді. Бірақ жалшыда да жүрек бар. Қатты қумай, тар соқпақта қысылған қойлар кезектесіп қыз белінен секіріп өтеді. Тағдырдың оң боп қабағы Қайша тірі қалады. Қыздың амандығын естіген бай тезірек әкет деп балдырған күйеу баласына хабар береді. Араға 3-4 күн салып құдалар да жетеді. Қызың мені масқара етті деп жорта өкпелеген балдырған азын-аулақ құн мен пұл беріп тезірек кетуге асығады. Бай қызының жасауын мол беріп, құлынынан үйреніп еді, иесімен жүрсін деп торы атты қоса жетектетеді. Балдырған күйеу Қайшаны нарқоспаққа мінгізіп, ол түйенің басына шашақты қоңырау салдырып, қарқаралы көш тегізіп жайлауына бет алды. Жол бойына тоқтамай сал мен сері ән салды. Нарқоспақтың үстінде жаутаң қараумен Қайша кетіп барады. Қос жанардан тамшылар қомға тырс тамады. Тау басындағы жолменен біраз жүргеннен кейін Қайша қызға бір ой келді. Ол қасында ырғалып келе жатқан балдырғанға: даланың ерке қызы едім, өзеннен айна қараған, самал шашын тараған, атты таңдап мінушем, торысымен баранын басқа салып бұл күні нарқоспақтың үстінде қорланған бір баламын. Торатқа мінуге рұқсат ет шағатай. Құдай салды, мен көндім, қашып қайда барамын. Торатқа мінейін, жаныңа еріп жүрейін. Ерке екен тоқал деп көрген адам сүйсінсін дейді. Мұны естіген балдырған шал мәз болады. Қайшаның қашпасына, қашса да ұзаққа бармасына сеніп, түйеден түсіп атқа мінуіне рұқсат етеді. Жалшылар торатты көлденең тартқанда Қайша қыз қарғып мініп, біраз жерге шауып кетеді. Сосын қайырылып тоқтай қалады. Әй қуғақпас, әкеме сәлем айт. Ақсұңқарға сақтаған ақ етімді құзғынға шұқытпақ болғанын екі дүниеде кешірмеймін. Бірге өскен Дәуренбекпен жаным да, тілегім де бір еді. Сол тілекке тосқауыл болдыңдар. Ал жаныма елік ете алмайсыңдар.
тош жарық дүниеде байғайлап, тор атты қамшымен осқылап, тау жиегіне қарай шауып, қарқып кетті. Ертеңіне ел жиылып, қызды да, тор атты да сол таудың етегіне жерлепті. Жолыңыз түсіп Текелінің тауына барсаңыз, Шажа деген өзенді ойлаңыз. Сол Шажаның бойынан ұзын ақ сілемі бар тау көрсеңіз, қыз құлаған деп ойлаңыз. Жаңағы сілем таудан домалаған ат пен қыздың ізі дейді қазақ. Жықпыл тас сусып, үнемі төмен сырғып жатады. Ол қыздың көз жасы. Етекте ұзынша келген шошақ төбе. Қыз бен атты осында жерлеген дейді. Төрт бұрышында моланың құлақтасындай төрт қарағай қылтиып тұр. Одан әрі суырмамен жүріп отырып, атақты Қызылауыз жайлауына жетсеңіз, оңтүстік шығысқа көз салыңыз. Жайдақ асы көрінер. Ол Қызылауыздың атақты Беласары. Одан арда атақты Қызбел. Қайша сұлу мың қойдың тұяғынан аман қалған жер. Қызбелден соң алдыңнан Дәуренбектің орманы шығады. Сырласып көріңіз. Діңін күйік шалған қарт қарағайлар сыбдырлап, сыбырлап, махаббат аңызын айтып берер. Ал балдырған жайлауы қыз құлағаннан нәрірек батысқа қарай жатыр.